Ассалаумағалейкум халқым, аман есенсіздер ме? Халқым, сіздерден бір өтініп сұрарым. Ертең бірімізге қарындас, бірімізге әпке, бірімізге сіңлі болады енді. Енді оны ауырып отқан ешкім басына самасын. Кішкентайынан менингит болып ауырған екен. Оның үстінен мынау жаңағы мен кеше айтып өттім ғой, миын артынан андай несінен асқазанға апарған шлангын апарып, одан апарып қуыққа апарған, одан ары қарай зәрімен шығып кетіп тұру үшін, анау миға су жиналып қалмау үшін сондай істеп қойған екен. Әр 5 жылда ол аппаратты ауыстырып тұрмаса болмайды екен. Ол өте қиын нәрсе, оны білесіздер. Соған миллионнан астам қаражат керек болып жатыр екен ол кісілерге. Соған ертең мен алла бұйыртса сбор ашуға барам. Бірақ мен жолымды есептеп бүйтіп қарап отырсам, пока мен барам дегенше 12-1 болады ау деп отырмын. Өйткені бізден алыстау жерде тұрады. Соған барып, неғысақ жаңағы жәрдем беріп жіберсе, қолдан келгенше прямой эфир ашамын тікелей. Соған қолдап, неғылып жіберейік ағайындар. Түсінемін, мен өткендегі сөзімнен кейін кешірім өтініп, неғып отыр енді өкініп. Ол білем, бірақ барыңызға тиісті емес еді. Білем, араларыңызда мен жек көріп тұрғандарыңыз бар шығар. Бірақ мен жек көрсеңіздер де жек көргендеріңізге мен неғылмаймын, ренжімеймін. Бірақ енді мен үшін емес, жаңағы қарындасымыз, біріміз сіңлі, бірімізге әпке, жаңағы айтып өткендей, соған жәрдем беріп, қол ұшымызды берейік. Кім қаншадан бере алса да беріп, жәрдемдесіп жіберейік. Ағайындар, сіздерден бір өтініп сұрағаным, ертең 12-1-лерге таяу мен эфир ашамын. Алла бұйыртса, соған қаражат жинап, неғылайық. Қолдан келгенше ағайындар, баршамыз осы Қазақстанда мұсылман бауырларымыз бар, басқа да бауырларымыз бар. Қазақстанда қанша миллион адамымыз, миллиард адамымыз бар. Неужели хотя бы әрқайсымыз 100 теңге, 200 теңгеден де тастасақ, жинап бере алмаймыз сол миллион ақшаны. Миллионнан астам енді білмеймін, миллионнан астам кетеді деді, қанша кететінін точносын білмей отырмын мен. Аппараттың не қылатын. Енді соған атсалысып, неғылып жіберейік. Ертең оны анасын өзі түсіндіріп айтады, көрсетеді оны өз. Соған неғылып, ол маған видеода неғылып көрсетіп жатыр. Өйткені блогерлардың бәрі неғылса ақша сұрап, түсірмей, неғылып жүр екен. Қанша блогерға жалынып, неғылыпты. Мен танып қалған себебі, мен оның эфиріне нешамне кіріп қалдым, көріп қалдым. Сол кезде әңгіме шығып кетіп, мен жасап берейін. Бірақ дедім, мен басқа блогерлар сияқты сізге неғылмаймын дедім. Алланың разылығы үшін халқымыз бәріміз қолдан келгенше жәрдем берейік дедім. Жәрдем беруге атсалысамын сізге деп айттым мен. Басқа блогерлар 50%, 70% деп ақша сұрап, неғылып отыр дейді. Келмейді дейді. Қанша блогерға жалындым деп неғылып отыр. Енді сізді де Алла маған айдап келген шығар деп ол кісі де қуанып отыр. Енді сол кісіге атсалысып жинасып жіберейік ағайындар. Алла разы болсын баршаңызға. Ешкімнің басына ондай ауру тілемейміз. Жұртымыз аман, еліміз аман болсын. Халқым, мен жек көрсеңіздер де сол біріңізге қарындас, біріңізге әпке, біріңізге сіңлі, соған жәрдем беріп атсалысып жіберейік ағайындар. Алла разы болсын баршаңызға. Алдын ала рахмет баршаңызға. Ертең 11-12-лерде ашамын. Мен немді каналын таппай жатқандар болса, бүйтіп жазасыздар. Король истихаса деп жазсаңыздар, эфир ашылады. Сол эфирге кіресіздер. Сол эфирді жүргіземіз. Сол әпшенің өзі қызын түсіндіріп, көрсетіп, бәрін неғылып береді өзі сіздерге. Мен жанында поддержка беріп отырам. Алла разы болсын баршаңызға. Сау саламат болыңыздар. Алла разы болсын баршаңызға. Рахмет сіздерге. Құдайдан сіздерді 1000 есе қайтсын. Достар, бауырлар, ағайындар. Сау саламат болыңыздар.